Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін кішірек дөңгелек болып келетін мини пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны толықтай соңына дейін қараңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы су, қант, одан кейін тұзымызды, ертілген сары май және ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып, кейін електен өткізе отыра ұнымызды қосамыз. Құрамын толықтай видеоның соңында жазып кететін боламын. Кейін осылай қамырды илейміз. Осылай илеп дайын болған қамырды бетін жауып 1 сағаттай көтерілгенше қойып қоямыз. Кейін көтерілген қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. 60 граммнан 70 или 80 граммнан, ол енді өз қалауларыңыз бойынша, мен 70 граммнан бөліп, кейін осылай күлшелеп барлығын дайындап аламыз да, шетінен бір-бірден ала отыра, дөңгелетіп қамырды жаямыз. Ешқандай қиындығы жоқ, дәл жет шелпекке жайғандай қамырымызды дөңгелетіп, әдемілеп жайып аламыз. Одан кейін жайылған қамырымыздың шетін түйетін боламыз. Осылайынан барлық қамырды жасап шығамыз. Дайын болған қамырды противенге орналастырып, 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз кішкене көтерілді. Кейін ортасына соусын жағамыз. Менде кетчуп пен майонез, немесе кетчуптың өзін ғана жақсаңыздар болады. Осылай соусымызды жағып, сырымызды қосамыз. Кейін қызанақ және колбаса салдым. Енді начинкасы өз қалауларыңыз бойынша. Осылай барлығын салып алған соң, бетіне тағы да кішкене сыр қосамыз. Одан кейін бір жұмыртқаның сарысын алып, жан-жағына әдемілеп, толықтай жағып шығамыз. Осылай жағып шыққан соң, мен әдемілік ретінде бетіне кунжут септім. Сіздер мак сепсеңіздер де болады. Бірақ кунжут пысқаннан соң әдемі болып көрінеді. 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің мини пиццаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды пиццаның бірі болып келеді. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.